Саламатсыздар ма, балалар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сабағыңызды бастауға қалай қарайсыздар? Ал енді ендеше сабағымызды бастайық. Ал жақсы, көңіл-күйлеріңіз тамаша болса, сабағымызды одан әрі жалғастырайық. Әдебиет оқу сабағымызды ашайық. Үйге берілген тапсырма қандай болды бізде? Я, әдебиеттен Темірлан, айта алыңыз. Кішкентай робот туралы ертегіні Яғни кішкентай робот туралы ертегіні оқып, мазмұнын айту. Балалар, біздің өтіп жатқан бөліміміз қандай еді? Я, Мадина? Жақсы. Тағы да кім айтады? Біздің өтіп жатқан бөліміміз. Я? Я, Нұрай? Біздің өтіп жатқан бөліміміз робот туралы. Жақсы. Тағы да кім айтады болар? Біздің өтіп жатқан бөліміміз. Жалпы айтқанда, я дұрыс айтасың, болашаққа саяхат. Соның ішінде өткеніміз кішкентай роботтың, яғни кішкентай робот туралы. Солай ма? Жақсы. Олай болатын болса, сабағын үй тапсырмасын қорытындылайық. Кішкентай робот туралы кім қандай жаңалықтармен бөлісесіздер? Яғни мәтіннің мазмұны бойынша мәтіндегі кейіпкерлер кімдер? Мәтіндегі кейіпкерлер, я Бақдәулет? Миша мен Маша. Дұрыс айтасың. Және кім? Кішкентай робот. Дұрыс айтасың. Енді кішкентай роботтың сыртқы бейнесі қандай балалар? Қолыңызды көтеріп, я, Гүлназ? Орныңыздан тұрайық. Жақсы. Тоқтар оқушылар ма? Я? Темірлан? Кішкентай роботтың сыртқы бейнесі қандай? Темірден, пластиктен жасалған. Иә, жақсы тағы. Я, Нұрай? Кішкентай роботтың бейнесі темір, пластик және оның түрі адамға ұқсайды. Кішкентай роботтың сыртқы бейнесі темірден және пластиктен жасалған, және ол кімге ұқсайды? Адамға ұқсайды. Жақсы, жарайсыздар. Енді келесі сұрағымыз. Робот неліктен күнделікті өміріне риза болмады? Не себепті деп ойлайсыздар? Я? Кәусар, айта алыңыз. Робот күнделікті өзінің өміріне риза болмады, өйткені оның жүрегі болмады. Ол адамдарға ұқсағысы келген, бәрімен дос болғысы келген. Тағы да не бар? Ол күнде үй тапсырмалар орындап, шаршап, адам сияқты болғысы келген. Жарайсың. Тағы да оқушылар, тоқтатындарыңыз бар ма? Тағы да, Нұрай? Ол өзін адам сияқты сезінгісі келді. Оны робот балалардың әрбір затын өзі істеп келетін болды. Сондықтан робот балалардың өзі істеген қалап ол өзін адам сезінгенін Дұрыс айтасыздар. Балалар, келісесіздер ме бұл оқушылардың айтқанына? Робот күнделікті өмірде не үшін риза болмаған екен сонда? Оның жүрегі жоқ деп, екіншіден өзін адам сияқты сезінгісі келді, балалармен ойнағысы келді, яғни бір сөзбен айтқанда адамның өмірін кешкісі келді. Солай ма? Онымен олай болмайтын түсініп, өзіне күнделікті өміріне не болмады екен? Риза болмаған екен. Дұрыс айтасыздар. Балалар, кішкентай роботтың өмірден өткендігін айтып отырмыз сол тақырыбымызда. Сол тақырыпқа жалпылама кім қандай мәтінді қалай түсінді? 3-4 сөйлеммен толтырып айтып жіберсеңіздер. Соңында не болды? Я, Мадина? Айта алыңыз. 3-4 сөйлеммен ғана толтырсаңыз. Робот далаға шығып, саябаққа гүл отырғызып, көлеңке жасап жүргенде Маша деген қыз келеді де, онымен
атын сұрайды. Сол кезде кішкентай робот мен жай ғана роботпын дейді. Маша оған сен жай ғана робот емессің, сен адамға ұқсайсың дейді. Жақсы, түсінікті, отырамын. Яғни роботтың, оны роботты алғаш рет кім көрді? Маша, солай ма? Сен робот емессің, кімге ұқсайсың дейді? Адамға ұқсайсың дейді. Балалар, бұл тақырып қызықты ма сіздерге? Жарайсыздар. Түсінікті болды ма бұл тақырып? Жақсы, жарайсыздар. Ал ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын анықтап, сұрақтарға жауап берейік. Олай болатын болса, экранға назар аударыңыздар. Бала деген кім? Ол қандай өлең айтады? Және де өтірік өлең қалай айтылады? Бірінші сұраққа кім жауап береді? Тазша бала деген кім? Я, Әли? Тазша бала қазақ фильмінің басты кейіпкері. Я, жақсы. Кім тоқтырады тағы? Көрсет. Тазша бала ол қазақтың салт дәстүрлі ертегілердің басты кейіпкері. Ол қу, ақылды, тапқыр. Отырады. Тағы кім тоқтырады? Я, Нұрай. Ол ақылды көмегі. Дұрыс айтасыз. Бақдәулет. Тазшаның ертегілері бар. Ақылды тазша, қу тазша, ханның қызымен тазша. Дұрыс айтасыздар. Тазша бала дегеніміз бала кім болды сонда? Қазақ ертегілеріндегі басты кейіпкер. Дұрыс айтасыздар. Ол қандай бала болған? Қандай отбасынан шыққан білесіздер ме? Дұрыс айтасыздар. Тазша бала кедей отбасынан шыққан екен. Ол қу, бірақ ақкөңіл болған екен. Және де ол не істеген? Уәзірлерді масақтап, күлкіге айналдырып жүрген екен. Тазша баланың қандай ертегілерін білесіздер? Хан қызымен тазша, қу тазша, тағы айлакер тазша, көптеген балаларға арналған тазшаның ертегілері бар екен. Ол қандай өлең айтады? Тазша бала қандай өлең айтады балалар? Ерлан айтамыз. Ол өтірік өлең айтады. Яғни ол тазша бала болса айтып тұр ғой. Қандай бала болып дедік біздер? Қу, айлакер, барлық адамдарды мазаққа келтіріп, сол адамдарды мазақтап, иә? Сол мазақлық арқасында ол қандай өлең айтады екен? Өтірік өлеңдерді айтады екен. Өтірік өлең қалай айтылады деп ойлайсыздар бала? Өтірік өлең қалай айтылады? Тағы да. Я, Тимурхан. Қалай айтылады? Өтірік өлең қалай айтылады балалар? Я, жақсы отырамыз. Нұрай. Оған кез келген сөзді қосады. Жақсы, түсінікті. Балалар, жас болдық па? Ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымызға қарайық. Жалпы балалар айтқанда сіздер айтып жатсыздар, өтірік өлең дегеніміз не? Яғни өтірік өлең дегеніміз ойдан құрастырылған деп айтып жатыр, иә? Оған мен келісемін. Енді өтірік өлең дегеніміз жалпы айтқанда балалар. Мазмұны өмірде болмаған, яғни қиял ғажайыпқа толы, оқиғаларға толы шығармалардың бірі екен. Өтірік өлең дегеніміз сонда не болды? Мазмұны, яғни өмірде болмаған, қиял ғажайыпқа толы шығармалардың несі? Бірі екен. Соны біздер не деп айтады екенбіз? Өтірік өлең деп айтады екенбіз. Жақсы. Олай болатын болса, 62-ші беттегі өлеңге қарайық. Халықта ұшқын келеді. Өтірік өлең. Кім оқиды маған? Я. Гүлназ. Астында ұшқыш кремім, үстінен
Ашық ойнап салады, дельфиннің мен үйренем. Келесі, Темірлан. Үш сәтінде балаға арыстан тұрып алады. Қолтырауы қорында ұйықтап жатыр жағада. Жақсы, келесі, Әмірәлі. Жапырағы солмайды, өйткені бұл өмірде қыс атымен болмайды. Жақсы, келесі, Шұғылар. Келіп көлге қарады, өзінің келіп барады, қанжық қозы өлтіріп, қол ұстатып барады. Келесі, Абдурахим. Көлден жеткен кезінде Мені де ауыр көтшіде қол сөзді қоян көжеді. Жақсы, келесі, Салауат. Қабыл ақбала тілегім, таңқықта ұшқын келемін. Сен ұшқан сайын әлемнің көк сырын ұғып білемін. Жақсы, жарайсың. Балалар, бұл өтірік өлеңге түсіндіңіздер ме? Иә. Бұл өтірік өлеңге кейіпкерлер кімдер? Дельфин бар, сосын қоян бар, арыстан бар, сосын қоңырау бар, қонжық бар. Яғни жан жануарларды алған, солай ма? Қолтырау не істеп жатыр дейді? Қорда ұйықтап жатыр дейді, иә. Кімдер қол ұстасып жүр дейді? Қонжық, қозы, өтіріктер қол ұстасып бірге жүр дейді. Енді балалар, бұл өлеңде не істейді? Жануарларға байланысты айтылған барлығы қайта ұшқысы келеді екен. Иә, халықта, аспанда немен ұшқысы келеді екен? Кілеммен және іле өзенінен ұшқысы келетін туралы айтылған екен. Балалар айтып тұр ғой, өтірік өлең дегеніміз сонда мазмұны не істемеген? Иә, мазмұны. Иә, қалай айттым? Мазмұны. Иә, мазмұны өмірде болмаған қиял ғажайыпқа толы. Яғни, қиял ғажайыппен ойлану арқылы өтірік өлеңді шығаруға болады екен. Жақсы, жарайсыздар. Енді бала сіздерге топтық жұмыс. Бұл жерде сіздерге тапсырма топтарыңызбен өтірік өлең құрастырайық. Ойдан. Ал бастайық. Болған топтар істейміз жолымызды көтеріп 4 жыл жарайды балалар. 4 жыл өлең құрастырайық. Ал жақсы балалар, ендеше топқа берілген өтірік өлеңімізді қорғайық. Және де бұл жерде балалар сіздерге топтық жұмыстарыңызға 2 балл беріледі. Ол қандай балдар? Өтірік өлең құрастыра аласыздар, сізден 1 балл беріледі. Және де сол өлеңнің ұйқасын сабақ білулеріңіз керек. Соған 1 балл жалпылама айтқанда топ бойынша 2 баллды еске аласыздар. Және бірінші топты, екінші топ, екінші топты, үшінші топ, сөйтіп бір-бірімізді бағалаймыз. Түсінікті ме? Жақсы. Ал қай топ дайын болды? Иә. Екінші топ. Марста ұшқан мысық өзінде жүзген қоян, Марста жүрген шыққан, бәрі жүрді жерден. Жақсы. Маған бере қойыңыз. Екінші топтың өтірік өлеңі балалар. Қараңыздаршы. Өтірік өлең дегеніміз қиял ғажайыпқа толы, ойдан шығарылған осылай ма? Енді сіздер бірінші топ бағалайсыздар. 2 балмен қалай бағалайсыздар? Өтірік өлең құрастыра алды ма? 1 балл. Және де сол өтірік өлеңнің ұйқасын таба алды ма? 1 балл бересіздер. Түсінікті ме? Енді мен оқиын. Ғарышқа ұшқан мысық дейді. Өзенде жүрген қоян, Марста жүрген ұшқан, бәрі жүрді жерде дейді. Бірінші топ, сіздер екінші топты қалай бағалайсыздар? Өтірік өлең құрастыра алды ма? Иә, 1 балл. Сосын, ұйқасын таба алды ма? Ұйқасын таба алды ма?
иә? Бір балл бермейсіз, ұйқасын таба алмады деп тұрсыз, иә? Жақсы. Екінші топ, сіздерге бірінші топ, небәрі бір балл берді. Не үшін сіздер сол отыр өлеңнің ұйқасын таба алған жоқ дейді. Келісесіздер ме? Жақсы. Ал үшінші топ? Ұшып кетті қасқыр тауда, робот күтті оның тауда, шыбын деген қасына, көкірауын білем айтты, қасқыр айтып қалаға. Бұлай дейді, үшінші топтың отыр өлеңдер балар. Ұшып кетті қасқыр тауға, робот күтті оны тауда. Шыбын келіп қасына, қолтырауын өлең айтты. Қасқыр қайтты қалаға дейді. Я, бірінші топ, қалай бағалайсыздар? Отыр өлең құрастырады ма? Я, Мейірман? Олар өтір өлең құрастырады. Ұйқасын таба алды ма? Ұйқасын таба алды. Сонда неше деген балл бересіздер? 2 деген балл бересіздер, жарайсыздар. Үшінші топқа төртінші топ 2 деген балл берді. Жақсы, төртінші топтың отыр өлеңін тыңдайық. Ғарышқа ұшып мен Гагаринді көрдім мен, ғарышқа ұшып біргеміз жұлдыздарды көрдік. Жұлдыздарды біз көрдік. Ғарышқа да ұшып мен, Гагаринді көрдім мен. Ғарышқа ұшып біргеміз жұлдыздарды біз көрдік. Гагаринді көрдік біз дейді. Бірінші топ, қалай бағалайсыздар? Я? Өтір өлеңді құрастырды. Я, жақсы. Енді ұйқасын таба алды ма? Жоқ. Төртінші топ өтір өлеңді құрастыра алды. Бірақ ұйқасын таба алмады. Бал берді. Жақсы. Төртінші топқа бірінші топ айтады. Өтір өлеңді құрастыра алды. Бірақ ұйқасын таба алмады. Сіздерге небәрі бір балл беріледі. Енді бізде қалды бірінші топ. Бірінші топты. Екінші топ сіздер бағалайсыздар. Жарай ма? Ал Бақдәулет оқи қойыңыз. Менің ұшқыш жылқым бар, онымен әуеде ұшамын, әуеде бәрін көремін, қалықтаймын аспанда. Бірінші топтың, яғни өтірі өлеңдері, менің ұшқыш жылқым бар дейді. Онымен әуеде ұшамын, әуеде бәрін көремін, қалықтаймын аспанда дейді. Екінші топ. Қалай бағалайсыздар бірінші топты? Я, әмірәлі қалай бағалар едіңіз? Я, не себепті? Себебі олар өтір өлең құрастыра алды, және де оның ұйқасын таба алды. Бірінші топты екінші топ айтады. Өтірі өлең құрастыра алды, бір балл, ұйқасын таба алды дейді. Бір балл. Сонда небәрі 2 баллды бірінші топқа беремін дейді. Жақсы балы, жарайсыздар, жақсы жұмыс жасадыңыздар. Топтарыңызбен өтір өлеңге түсініңіздер ме балы? Өтір өлеңді алда уақытта құрастыра аласыздар ма? Жақсы.